Сәлем баршаңызға, куриный пирог дайындаймыз. 350 грамм ұнға 100 грамм маргаринімізді, яғни щедрое лето 72%-тігін осылай теркадан өткізіп аламыз. Жарты шай қасық радрихительді салып, бір жұмыртқаға жарты шай қасық тұзымызды салып, араластырып құямыз. 100 грамм қаймағымызды да салып, жақсылап қамыр елейміз. Дайын болған қамырымызды пакетикке салып, холодильникке саламыз. Ал енді тестамыздың азғантай бөлігін бөліп аламыз, ол бетіне сетка жасау үшін. Астыңғы қамырымызды домалақ етіп, оның көмегімен жайып аламыз. Мендегі форма 24 диаметрлі. Тестамызды домалақ етіп жайып, форманың ішіне орналастырып шығамыз. Формадан асып кетпесін. Қамырды формаға орналастырып болып, начинкамызды дайындаймыз. Картобымызды өте ұсақ етіп, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Және де грудинкамызды да 4 бұрышты етіп турап аламыз. Мендегі осы халал деген жазуы бар. Грудинканы қолданамын. Бұл халал деген жазуы бар грудинка пісу барысында өзге грудинкалар сияқты көпіріп кетпейді. Дәміне қарай қара бұрыш пен тұзымызды салып, формамыздың үстіне начинкамызды салатын боламыз. Барлығын теп-тегіс етіп, бірдей етіп жайып шығамыз. Ары қарай үстіндегі сеткасын жасаймыз. Барлығы видеода түсінікті етіп көрсетілген. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Дәл осы куриный пирогтың тестасы мен мясной пирогтың да тестасын дайындайтын боламыз. Дәл осы тестамен жасап шығамыз, және де грудинканың орнына фаршты қолданатын боламыз. Төменге сіздерге түсінікті болу үшін рецептін толық жазып кететін боламын. Куриный пирог пен мясной пирогтың начинкасына неше граммнан керек екенін. Осымен біздің куриный пирогымыз дайын болып қалды. Морозильникке қатырып, арнайы формаға салып, сатылымға шығара береміз. Куриный пирогты мен 3200-ге сатамын, мясной пирогты 3500 теңгеге сатамын.